Қайырлы күн оқушылар, бізге мынандай функция берілген екен, осы функцияның мәндер жиынын табыңдар дейді. Мәндер жиыны дегеніміз жалпы y-тің қабылдайтын мәндерін табыңдар деген сөз. Енді бізге берілген функция квадрат функция. Бұл дегеніміз бізде парабол, парабол жоғары қарай ма, төмен қарай ма, соны анықтаймыз. X квадрат бұл оң сан болғандықтан біздің параболымыз жоғары қарайды. Енді параболдың төбесі қай жерден басталады, соны табуымыз керек. Ендеше мына жерде де x, мына жерде де x бар болғандықтан мен жақшаның алдына x-ті шығарайын. X, жақшаның ішінде тағы да 1x қалады, азайтамыз, 9 қалады, Енді осы жерден x-ті табатын болсақ, x-іміз тең болады 0-ге, x-іміз тең болады 9-ға. Осы екі тапқан x-імізді біз қайтеміз? Координаталық жазықтықта белгілейік. X-іміз 0 деген мына жерде 0 болады, 9 деген шамамен мына жерде болады, Енді параболдың төбесін табу керекпіз ғой. Сондықтан осы санның дәл ортасы бізге керек болады. Ол бізде 4/5. Яғни x-іміз 4/5. Енді осы тапқан 4/5-ті біз қайтеміз? Мына алғашқы берілген x-тің орнына қоямыз. Y тең болады 4/5-тің квадраты. Азайтамыз 9 көбейтілген 4/5 тең 4/5-тің квадраты ол бізде 20/100-25 азайтамыз. 9-ды 4/5-пен көбейтетін болсақ, 40/5 болады. Екі санды өзара азайтатын болсақ, минус 20/25. Бұл бізде y-тің мәні, міне, y-тің мәні. Соны енді мына жерге белгілейміз. Y дегеніміз ол бізде мынау, Y. Минус болғандықтан ол бізде төмен жағында белгіленеді. 20/25. Бұл минус таңба. Мына жерде 4/5 бар бізде, мына жерде минус 20/25 бар. Сонда біздің параболдың төбесі мына жерде деген сөз. Ол параболымыз қайтеді? X 9-ды деп басады, және де былай қарай 0-ді басып өтеді. Жоғары қарай шексіз сызылады деген сөз. Сонда бізде y-тің қабылдайтын мәндері не деген сөз? Мына жер деген сөз. Параболдың төбесі мына жерде тұр ғой мінде. Ол бізде минус, ол өзі кіреді, минус 20/25-тен басталып, жоғары қарай шексіз сызылатындықтан плюс шексіздікке қарай деп міне осылай жазамыз. Вот.